Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Көңіл күйлерің қалай, жақсы ма? Сабаққа дайынсыңдар ма? Олай болса, сабағымызды бастайық. Әдебиеттік оқу пәні сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын, мына өлең жолдарын бәріміз бірге айтып көрейік. Дайынсыңдар ма? Үлкенге десіз, кішіге десіз, үлкендерді құрметтеп бас иеміз біз. Өткен сабақты еске түсірейік, сұрақ жауап әдісі. Әлдей аппағым, қойдың жүні қалпағым, жұртқа жаман болса да, өзім сүйген аппағым-ай. Бұл ән қалай аталады? Бесік жыры, дұрыс айтасыңдар. Бұл әнді кімдер айтады? Аналар айтады. Өте тамаша, дұрыс айтасыңдар балалар. Аналар бұл әнді кімдерге айтады? Сәбилеріне. Өте дұрыс. Қай кезде айтады? Баланы бесікке бөлеп ұйықтатқанда айтады. Жарайсыңдар балалар. Ал енді мына әнді тыңдап, ән қалай аталатынын тауып көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Наурыз туралы ән екен. Біздің бүгінгі тақырыбымызда қош келдің Наурыз деп аталады. Сабақтың мақсаты Наурыз мейрамы, Наурыз көже туралы білетін боласыңдар. Бата жаттап үйренесіңдер. Оқулық пен жұмыс. Наурыз берекесі. Түсініп оқы. Әр адам отбасы мүшелерін немесе туыс-туғандары мен дос-жарандарын ұлыстың ұлы күнімен құттықтап, жақсы тілек тілейді. Наурыз көжеден дәм татады. Наурыз көже келер жылғы молшылықтың жоралғысы ретінде әр шаңырақ міндетті түрде жасайтын арнаулы тағам. Оған кем дегенде 7 түрлі азықтық заттар қосылуы тиіс. Олар бидай, тары, жүгері, бұршақ, сүт, су, тұз және сүрленген ет. Тақ санын сақтап, тағам түрін көбейте беруге болады. Құрт пен қатықтың қай-қайсысы да сүттің орнын толтырады. Осы күні бата мен ер көгерер демекші, біздің аталарымыз бен әжелеріміз Наурызға тілек айтып бата береді екен. Наурыздағы тілек: ала биден құлындап, алатауға сыймасын, қара биден құлындап, қаратауға сыймасын, үйіңнің алды той болсын, қораң толы қой болсын, қазаныңда қайнаған кіл-кіл деген май болсын, айың тусын оңыңнан, күнің тусын солыңнан, мал менен басың тең өсіп, кетпесін дәулет қасыңнан. Әумин. Қорытынды. Наурыз мерекесі, Наурыз көже, 7 түрлі дәм, ұлыстың ұлы күні, жыл басы, береке мен бірлік, Наурызға тілек туралы білдіңдер. Үй жұмысы Наурыздағы тілек жаттау. Кері байланыс: керемет, жақсы, орташа. Смайликтер арқылы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.